Джозеф Мерфи 1898 жылдан 1981 жылға дейін өмір сүрген. Ол ирландиялық шығу тегі бар америкалық жазушы, өзін-өзі сендіру күші мен адамның метафизикалық қабілеттері тақырыптарында уағыздаушы және дәріскер болған. Ол әлемнің түкпір-түкпірінде 50 жылға жуық уақыт бойы мыңдаған адамға дәрістер оқыды. Мерфи өзін психология және жеке даму саласындағы маман ретінде танытты және өз кітабында адам санасының терең қабаттарымен оның өмірдегі рөлін талдайды. Оның пікірі бойынша санасыз ойлар адамның шынайы өмірін қалыптастырады. Адам өз ойларын саналы түрде бақылап, оң өзгерістер жасау үшін санасыз ақыл ойды басқаруды үйрену керек. Джозеф Мерфи санасыз ақыл ойды оң бағытта басқару арқылы адам өз өмірін өзгерте алатынын сенімді түрде айтқан. Ол бұл көзқарасын практикалық әдістер арқылы ұсынды, соның ішінде медитация, визуализация және позитивті ойлар қолдану әдістері. Өзімнің көп жылдық тәжірибеме сүйене отырып, мен көптеген адамдардың алға жылжымай қалуының себебі, олардың өмірлерінде ертеректе болған оқиғалар мен іс-әрекеттер үшін өздерін кінәлі сезінуінде екенін түсіндім. Олардың өзін-өзі сынауы және айыптауы олардың бақытқа жету жолындағы ағымын бөгейді. Жай ғана есіңізде сақтаңыз, алға жылжу әрқашан өзіңізден басталады. Егер сіз шын жүректен өзіңіз қалаған адам бола алатыныңызға сенсеңіз, бұл міндетті түрде болады. Бұл бүгінде әрқашанда дұрыс. Біз рухани, интеллектуалдық, қаржылық және барлық басқа да салаларда өсу мен дамуға өмір сүреміз. Өзіңізді сұлулықпен және қолжетімді барлық игіліктермен қоршауыңыз қажет. Ақшаның шынайы мәнін түсініңіз, оны символикалық белгілер мен айырбастау құралы ретінде қарастырыңыз. Мен сондай-ақ өздерін және басқаларды кешіруге шешім қабылдаған адамдардың ең керемет түрде гүлденіп, жарқын өмір сүруге көшкенін байқадым. Олар шын жүректен қалаған барлық нәрселерін Құдайдың тәртібімен жүзеге асырады. Өзін-өзі сынау сәтсіздік пен кедейлікке алып келсе, ал өзін кешіру бақыт, тыныштық және табыс әкеледі. Өмірде мақсат қойыңыз. Барлық назарыңызды оған аударыңыз. Бақытты аяқталуды елестетіңіз. Осы менталды бейнеге сенімді болыңыз және сіздің өміріңізде ғажайыптар болады. Сіздің ойыңыз эмоцияны тудырады, ал оны үнемі қайталап отырсаңыз, ол санаңызда қалыптасып, ақырында шындыққа айналады. Бұл ақыл ойыңыздың заңы. Сіз өз қалауыңызбен бірлікті сезінген кезде, кеңістік энергия сізге пайда келіп, барлық армандарыңызды жүзеге асырады. Ой бұл тек бейматериалды күш, ол сіздің өміріңізде болып жатқан барлық нәрсені анықтайды. Сіз өз ойларыңыздың нәтижесісіз. Сіз өз ойларыңызбен және сөздеріңізбен өз болмысыңызды жасайсыз. Егер сіз басқа адамдарды үнемі айыптасаңыз, оның теріс әсері сіздің өміріңізге де әсер етеді. Өмірдің барлық жақсылығы сіздің ойыңыздан басталады. Қазіргі кездегі ойларыңыз сіздің болашағыңызды қалыптастырады. Өзіңіздің ішкі әлеміңізді өзгертіңіз, өйткені сыртқы әлем оны сіздің ойларыңыздың әсерінен бейнелейді. Сіздің ойларыңыз сіздің болашағыңыздың сәулесі. Оларды өзгерту арқылы өміріңізді өзгерте аласыз. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Көркем мінез каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Өзіңді тану және өзгерту ешқашан кеш емес.